Салмақсыздар маған қазақ елі. Менің фамилиям Шілдебаева Дәбеш. Қызым Серікбаева Гүлназ. Жаңа ғана милициялар келіп, жолқылап алып кетті қызымды. Мен қасарысып едім. Мені итер жерді да жаңағы желкем неге тиді. Давлением көтеріліп кетті менің. Содан кейін скорый шақырттық. Скорый мені алып кетем деп еді. Үйде кішкентай бала бар әлі. Неге де толмаған, кәмелетке толмаған кішкентай балам бар үйде. Оны қалай тастап кетем? Сонымен бармай қалдым. Енді мынау желкем ауырып отыр. Желкемді жаңағы айтып еді, сотрясение болыпсыз деп. Доғдырлар сөйтіп айтты маған. Сотрясение бар, апа, жүріңіз, сізді алып кетем деп. Мен барған жоқпын. Үйде адам жоқ, басқа қарайтын балаға. Қашау 17 бұға скорый жіберіңізші, мамам қатты ауырып жатыр, мамам. Бұны мені заңсыз ұстап алып бара жатыр. 174-пен заңсыз мені қамаққа алып жатыр. Үйіме тінту жүргізді. Барлық құқық қорғаушылардан, адам құқық қорғау ұйымдарынан көмек сұраймын. Сержан Біляш, барлық Бендіғазиев бәрінен көмек сұраймын. Азаматтық белсенді Гүлназ Серікбаеваны үйінен полиция қызметкерлері алып баратыр. Бүгін 11 наурыз 2026 жыл. Сонан полицияның машинасына мінгізді жаңа. Құқық қорғаушыларға алып кетіп баратыр.